Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода үш таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмдер тақырыбын ары қарай жалғастырмақпыз. Бұл бізде 11-ші сабақ, 3-ші сынып, математика пәні. Бұл сабақта сен үш таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмдерін қолдануды үйренетін боласың. Бірінші тапсырма: егер қыраттың салыстырмалы түрдегі биіктігі 200 метрден асса, жақсы айқындалған баурайы мен етегі болса, онда ол тау деп есептеледі екен. Естеріңде болсын, көрдіңдер ме? Тау дегеніміз не, қырат дегеніміз не? Яғни биіктігі салыстырмалы түрде 200 метрден асса, жақсы айқындалған баурайы мен етегі болса дейді, онда ол тау деп есептеледі. Тауларды биіктігіне қарай аласа, орташа және биік деп ажыратады. Аласа таулардың биіктігі 1000 метрге дейін барады. Мысалы, Қазақстандағы аласа таулар: Мұғалжар, Үлкен Бақтыбай 657 метр, Маңғыстау таулары Бесшоқы, яғни 556 метр екен. Міне, көрдіңдер ме? Бұл аласа тауларға жатады екен. Және биік таулар болады екен. Еще биік таулар деген болады. Орташа биік таулар деген болады екен. Мәтінде саған қандай сандар кездесті, оларды кем ретімен ата, әрбір санда неше жүздік бар. Міне бізде 1000 метр, 657 метр, 556 метр, 200 метр деген сандар кездесті. Біз оларды кем ретімен жаздық. 1000 метр, 657 метр, 556 метр, 200 метр. Енді олардың әрбір санда неше жүздік бар? 1000-да 10 жүздік бар, 657-де 6 жүздік бар, 556-да 5 жүздік бар, 200-де 2 жүздік бар. Бұл тапсырма осылай орындалады. Келесі екінші тапсырма. Енді бұл үш таңбалы сандарды баған түрінде қосу азайтудың қалай қосу азайту жүзеге асырылады, соның түсіндірмесі. Мысалы, қараңдар, бірліктерді қосамын. Міне 273-ке 727-ні қосу әдісі. Бірліктерді қосамын дейді. Бірінші 3 пен 7-ні қосып аламыз. 10. Бұл бір ондық және 0 бірлік. 0-ді жазамын дейді. Дұрыс, мен 0-ді жазады. Ал бір ондықты есте сақтаймын. Яғни міне 7-нің үстінде тұр. Бір ондық. Енді ондықтарды қосамыз. 7-ге 2-ні қосамыз. 7-ге 2-ні қосамыз. 9, ойдағы 1-ді қосамыз 10, сода қайтадан 10 ондық бол, тағыдан 0-ін жазамыз да, бір ондықты есте сақтап қойып қоямыз. Келесі, 2-ге 7-ні қосамыз, енді жүздіктерді қосамыз. 2-ге 7-ні қосамыз, 9 болады, 9-ға бағана қалған тағы 1-ді қосамыз, 10 болады. Сонда 10-ды толығымен жазамыз. Бұл сонда 1000 деген сан шығады. Жауабы қосындының мәні 1000-ға тең екен. Келесі, міне мысалы былай ғой, балалар, мына жерде 256-ға 357-ні қосуды қалай көрсетеміз? 6-ға 7-ні қосып аламыз бірінші. 6-ға 7-ні қоссақ, балалар, ол бізде 13 болады, яғни қараңдар, 3-ін жазамыз да, 1-ін міне 5-тің үстіне қоямыз. Көрдіңдер ме? Енді 5-ке 5-ті қосамыз, 10-дықты қосамыз. 5-ке 5-ті қосқан кезде 10 болады, 10-ға мына үстіндегі 1-ді қосып аламыз, 11. Енді 11-дің 1-ін жазамыз, бірлігін. 1-ін жазамыз да, 10-дығын есте сақтаймыз. Ол 10-дығы мында барады, көрдіңдер ме? Екінші 1-і. Келесі, енді жүздіктерді қосамыз. 200-ге 300-ді қосамыз, 2-ге 3-ті қосамыз, 500, ойдағы мына 1-ді қосамыз, сонымен 6 болады. 613 деген сан шығады. Көрдіңдер ме? Міне осылай шығады. Келесі, енді азайтуды. Бірліктерді азайтамын дейді. Жаңағы 1000-нан 727 санын азайтамыз. 0-ден 7-ні азайтуға болмайды. Енді бұл жерде де бірліктен бастаймыз, балалар. 0-ден 7-ні азайтуға болмайды. 0-на қасындағы 0-ге барады. 100-дің 1-ін алады. Қасындағы 0-ге барады. 0 ондық болады, соған 1-ін алады. 10 болады нау. 10-нан 7-ні азайтамыз, 3 қалады. Енді қасындағы мына 10-дықтың 1-і кетіп қалды ғой, ол 9 қалды ол жерде. Енді осы 9-дан 2-ні азайтамыз, 7 қалады. Енді ол 9 мына қасындағы 10-нан 1-ін алған болатын, ол оның орнында 10 қалып қалды, ол 9 қалып қалды. Ол да 9-дан 7-ні азайтамыз, 273 деген сан шығады екен. Міне балалар, қараңдар, 516-дан 347-ні азайтамыз. Мысалы, мына 6-дан 7-ні азайтамыз.
6-дан 7 азайтылмайды, 6-на қасындағы 1-ді қасына қосып алады да 16 болады. 16-дан 7-ні азайтамыз. Бізде қалады 9. Енді 16-дан 7-ні азайттық, 9 қалды. Енді мына жерде 0 қалды ғой, 1-дің орнында. Ол 0-на қасындағы 5-ке бар 1-ні алып алады да, ол 10 болады. 10-нан 4-ті азайтсақ, бізде 6 қалады. Енді мына 5-дің орнында 4 қалды. 4-тен 3-ті азайтсақ 1 қалады. Сонда 516-дан 347-ні азайтсақ 169 қалады екен. Енді үшінші тапсырма тура сол сияқты жаңағы, бірақ бұл жерде енді баған түрінде барлығын есептеу, мен қазір тез оқып шығамын. Бұл тексерумен. Бұны сендер өздерің есептеп, қастарындағы достарыңмен алмасып, бір-бірлеріңді тексеріп көрсеңдер болады. Мысалы, 345 пен 655-дің қосындысы 1000-ға тең, 1000-нан 655-ті азайтамыз, 345-ке тең. 782-ге 218-ді қоссақ 1000, 1000-нан 218-ді азайтсақ 782. 666-ға қосамыз 334-ті, 1000 болады, 1000-нан 334-ті азайтамыз 666. 1000-нан 645-ті азайтамыз 355, 355-ке 645-ті қосамыз 1000. 1000-нан 367-ні азайтамыз 633, 633-ке 367-ні қосамыз тең 1000. 1000-нан 443-ті азайтамыз 557, 557-ге 443-ті қосамыз 1000. Болады 1000. 802-ге 198-ті қосамыз тең болады 1000. 1000-нан 198 азайтамыз болады 802. 933-тен азайтамыз 399-ды, тең болады 534. 534-ке 399-ды қоссақ 933 болады. 1000-нан 888-ді азайтсақ 112. 112-ден азайтамыз 112-ке 888-ді қосамыз тең болады 1000-ға. Міне бұл үшінші тапсырма болатын. Келесі төртінші тапсырма. Кесте бойынша өрнектер құрып, олардың мәнін табыңдар дейді. Мына жерде қосылғыш 70-ке 30-дың қосындысы, соған 60-ты қосуымыз керек. Қосындының мәні бізде 160 болады. Екінші, 200 бен 200-дің қосындысына қосамыз 360 бен 80-нің айырмасын. 680 болады. 192-ден 192 мен 6-ның азайтындысына қосамыз 250-ді. Болады 436 екен. Міне бұның өрнектері мынандай болады. Міне 730-ға қосамыз 60-ты, тең 160. 200-ге қосамыз 360 пен 80-нің айырмасын, тең 680. Одан кейін 192-ден 6-ны азайтамыз, оған қосамыз 250, тең болады 436. Келесі 5-ші тапсырма. Ғалымдар Балқаш көлінің түбін зерттеді. Бірінші күні олар көлдің 276 метрін, ал екінші күні одан 185 метр артық зерттеді. Олар 2 күнде көлдің қанша метрін зерттеді? Міне, бұл мәселесі оп-оңай есеп, құрама есеп, екі немен өрнекпен шығарылатын құрама есеп екен. Енді қараңдар, бұл жерде бірінші күн 276 метр, міне, екінші күн белгісіз, бірақ бірінші күнге қарағанда 185 метр артық. Енді 2 күн, жалпы 2 күнде қанша? Шешуі. Бұл жерде 276-ға қосамыз 185-ті, тең болады 461. Бұл екінші күн таптық. Екінші күндегі таптық. Енді бірінші күн мен екінші күнді қосуымыз керек. 276-ға қосамыз 461-ді, тең 737. Бұл бірінші амал, екінші амал деп амалдарға бөлгенім. Енді мысалы астында жалпы былай өрнек түрінде жазса болады. 276 қосу, 276-ға қосамыз 185-ті. Яғни осылай жазса да болады, тең болады 737. Олар 2 күнде көлдің 737 метрін зерттеді. Келесі, 6-шы тапсырма. Қай сан қалдырылған? Енді мына жерде бұл барлығы мына анық көрініп тұр. Мысалы, қай санға 5-ті көбейтсек 20 шығады. Ол 4-ке 5-ті көбейтсек 20 шығады. Қай санға 5-ті көбейтсек 15 шығады. Ол 3-ке 5-ті көбейтсек 15, міне бірінші қатарда айтып жатырмын мен. 8-ге 5-ті көбейтсек қанша шығады? 40, 7-ге 5-ті көбейтсек 35 болады. Енді мына жақ екінші қатар. 6 мен 3-тің бөліндісі 2-ге тең, 27 мен 3-тің бөліндісі 9-ға тең,
15 пен 3-тің бөлінісі 5-ке тең, 9 пен 3-тің бөлінісі 3-ке тең. Бұл жерде тек қана көбейту таблицасы, яғни көбейту кестесін есімізде түсірсек болғаны. 24-ті 4-ке бөлсек 6-ға тең, 32-ні 4-ке бөлсек 8-ге тең, 36-ны 4-ке бөлсек 9-ға тең, 28-ті 4-ке бөлсек 7-ге тең. 5 пен 2-нің көбейтіндісі 10-ға тең, 7 мен 2-нің көбейтіндісі 14-ке тең, 9 пен 2-нің көбейтіндісі 18-ге тең, 6 мен 2-нің көбейтіндісі 12-ке тең екен. Келесі 7-ші тапсырма амалдарды орындау тәртібін анықта, есепте дейді. Енді бұл оңай, бұны да біз 2-ші сыныпта өте көп осыған уақыт бөліп, өте көп мен 2-ші сыныптағы видеоларымды қарап өтсеңдер, балалар, сол жерде біз өте көп осыған есептер шығарғанбыз, амалдардың орындау тәртібі деген. Мысалы, бірінші амалды орындау кезінде, мысалы, қараңдар, әр қашанда жақша бірінші орындалады. Ол қосып азайтуға маңызды емес, көбейтуге маңызды емес. Жақша егерде жақша тұрса, жақша бірінші болады. Мысалы, бірінші жақша 540-тан 80-ді азайтамыз 460. Екінші амал 930-дан азайтамыз 820-ны 110 болады. Бұл екінші амал орындаймыз. Үшінші амал енді 460-қа қосамыз 110-ды тең болады 570. Үш амалмен орындалады. Келесі тура сол сияқты бірінші амал 650-ге 350-ді қосамыз 1000 болады, 450-ге 50-ді қосамыз 500 болады, 1000-нан 500 азайтсақ 500 болады. Келесі бірінші жақша орындалады, 860-тан 660-ды азайтамыз 200, одан кейін 320 мен 200-ді қосып аламыз, одан кейін оған барып үшінші амал 120-ны қосамыз, болады 640. Тура сол сияқты 210-нан 110-ды азайтамыз 100 болады, енді 1000-нан 100-ді азайтамыз 900 болады, оған 30-ды қосамыз 930. Міне балалар, осымен бүгінгі тапсырма аяқталды, яғни бүгінгі видео осымен мәресіне жетті. Менімен бірге видеоны соңына дейін тамашалағандарыңа көптен көп рахмет. Видеодағы тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Жалпы менің видеоларым ұнаса сіздерге, менің видеоларымның сіздерге көмегі тиіп жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Және міндетті түрде қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар, себебі қоңыраушаны бассаңыздар, менің каналымда шыққан жаңа видеоларды жібермей көріп отыратын боласыздар. Менімен бірге видеоны соңына тамашалағандарыңызға тағы да рахмет. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.